Құрметті көрермендер, мінекей менің Қаламқас Махаева деген подписчигімнен осындай сұрақ келіпті. Покажите, пожалуйста, полный пошив липучки. Вот, липучка у нас теріс жағынан мынандай щитіне тігіледі, қыздар мне. Мінекей мына жағынан дым білінбейді. Ал енді диванға көшсек, диванның мынандай жеріне липучканың қатты жағын тігеміз. Қатты жағын дивандекке тікпейміз, өйткені жуған кезінде дивандектің липучкалерін жұлып тастауы мүмкін. Жұмсақ жағын дивандекке тігеміз, қыздар. Ал қатты жағын мінекей диванға тігеміз. Міне былайынан тігеміз, қолмен көктеп шығамыз. Содан кейін міне орнына қоямыз да, міне былайынан төселеді. Төселгеннен кейін міне липучканы былай тығып жіберген кезінде баяғы астыдағы қатты липучкаге барып, ол жабысады. Мінекей артық жерлерін тығып жібереміз. Мінекей диванымыз әдемі болып өзінің орнына түсті. Мінекей. Жабыстырып тастаймыз астына. Міне, енді бұл тартылмайды. Орнында тұрады.